Қайырлы кеш, лайк қоямыз және бөлісеміз эфирмен. Кеш жарық Күлайша. Елжанова қонақ болыңыз, кіріп запрос жасап. Баян, сізде запрос жасаңыз. Сәлем Ержан, сәлем Зайсан. Сізге де қонақ болуға болады, әрине міндетті түрде Ержан. Кеш жарық Баян. Кеш жарық Гүлсім. Кеш жарық Гүлжан. Сәлеметсе Сәлима, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Зәки, қонақ болыңыз, сіз Кореядансыз ғой. Гүлжан сияқты трансляциямен бөлісіп отырыңыздар. Роза Жасбай, қонақ болыңыз мен эфирмен кіріп. Айтқаныңыз келсін Сәлима. Базар, қонақ болыңыз кіріп эфирге. Юзер, хейтерді құртыңызшы көзін, Ержан, міне біреу тексіз кіріп кетті біреу. Сәлеметсе Базар. Кеш жарық, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Кеш жарық Ростом радио. Қонақ болыңыз кіріп эфирге. Мына модератор кірдіңіздер ма? Міне біреу оңбаған тексіз тәрбиесін көрмеген әке-шесінің, мүмкін әке-шесі болмағанда шығар тәрбиетін, соны құртыңыздаршы көзін. Шүкір, жақсы Базар. Қуаныштымын. Өз-өзінен жаманшылық ылғи істеп отыратын адамдар болады да, бір себепсіз. Шірік жұмыртқалар болады, сондай кейде кіріп кетеді. Сәлеметсе Жанерке, айыңыз келсін Базар. Сәлеметсе Айгүл. Ержан, мен өтінем сізге, міне біреу юзер деген аузына келген оттап көкіп отыр эфирде. Блокқа тастаңызшы, өйткені ата-бабасы да өз сияқты оңбаған екен, көрдім. Ата-бабасы оңбаған болған, өзі де оңбаған екен. Тамара, қош келдіңіз эфирге. Енді көріп отырсыз ғой, соқыр емес шығарсыз. Ержан, жағын таптыңыз ба? Кеш жарық Ержан. Сәлем Ержан, сәлем Зайсан. Сізден басқа модератор жоқ бұнде. Жағыны ұстап алып блокқа тасаңызшы, өтініш. Юзер дегенде. Тексіздің ұрпағы да тексіз болады. Ата-бабасы тексіз, сондықтан өзі де тексіз. Ата-бабасы тексіз болса, өзі де тексіз болады. Ол да жеті атаға кетеді, тексіздік. Қазақ, эфирге қонақ болыңыз, қалайсыз? Рахмет Ержан. Ильяс, қонақ болыңыз, маған ренжімей. Маған өткен жол мен сізге айтқан жоқпын чатта ондай нәрсені. Кеште
Ержан, рахмет сыйлықтарыңыз үшін. Ержан модераторлық қойды менің WhatsApp нөмірімді. Канездик, Ильяс отыр ма, әлде маған ренжіп шығып кетті ма бір жаққа? Я, мен Ильясты шақырдым. Ильяс, маған өкпелемей кіріңіз эфирге. Оның бәрі өтірік деп, мен ана жөйттердің жазған ақпараттарын насихаттап жазған айтқам. Сіздің голосовойыңызға оны айтқан жоқпын. Сәлеметсе Алақса. Кешар көрдік ол. Соқыр емес дегеніңіз қалай, енді кіріп отырмын, түсінбейтін шығармын дейді Мира. Енді түсінбейтін шығарсаңыз, мен амдасу керек мәдениетті. Одан кейін мәдениетті түрде сұрақ қою керек. Не істеп отырсын деген емес. Кешар орта тосын айтқаныңыз келсін. Мәдениет тіледі адам алдымен амандасады. Сіз менімен шай ішкен жоқсыз ғой. Сосын мәдениет түрде сұрақ сұрайды. Не істеп отырсын деп ешкім сұрайды, ондай сұрақты қисалысымен. Рысбайға рахмет сыйлықтарыңызға. Иллюминат туралы әрине білем. Қайырлы кеш Шолпан. Рысбайға қош кірдіңіз эфирге. Қалайсыз? Сәлеметсің Баян. Иә, Ильяс. Жақсы болды. Біздің ең жақсы қонағымыз Ильяс кіргелі жатыр. Білімді адам және әңгімесі ерекше. Өте. Ильясты бәрі тыңдайды. Ильяс сөйлеген кезде 150 адам отырады эфирде. Ильяс сөйлеген кезде отырмайды. Сонша көп адам. Қазір 113 адам кірді Ильяс. Бәрі сізді тыңдағысы келеді. Қалайсыз кеш жарық? Қайырлы кеш Лира. Ясно, солай. Кеш жарық Гүлнар. Ильяс, қош келдіңіз. Қалайсыз, көңіл күйіңіз? Салмасы естіліп жатыр ма? Естіліп жатыр, жақсы естіліп жатыр. Айта беріңіз. Сізді бәрі сағынып қалды. Ильяс, сізді күнде сұрап, елдер күнде сұрап, бәрі сағынып қапты сізді. Білмей жатырмын неге өкпелеп жатыр деп, анау кеше кімде сондай? Не болған? Мен кеше қонақтарым болды да, сонымен соларға шай бердім. Біз ендеше қайғырып әбден. Ильяс, мен қатты қайғырып, мен ойладым, Ильяс, мен не деп сараптама жасап, өзімше ойлаған ғой, мүмкін дұрыс емес түсінбей қалды. Сіз әңгімеде Білмеймін, оқитын уақыт болмады да, сол анау қонақтар болды, содан апыр-топыр. Соған не қылған ғой? Былай. Иә, қуаныштымын. Шүкір. Сол, неге мамамды апарып тастайын, не қылайын деп жатқан едім, банясына несіне алып жібермейіне соған. Сол мәшек қыздырып жатырмын. Сөйтіп қарап қалсам сіздер кіріпсіздер. Жақсы болды. Енді жаным орнына түсті ғой, Ильяс. Қойыңыздар қысын. Болмайды нәрсеге ондай шілей өкпелегіш адам емеспін мен вообще. Негізінде не қылатын. Білмеймін, кеше кімде звондап жатыр. Мен айтамын, не болып қалды деп қоймын ол. Уақытым жоқ, қазір шайларын беріп жатқан еді сол, анасы. Сіз әлгі бір рет кірмей қалғанға, олар жылт етіп кеше көріп қойды ғой сізді көрініп отырғаныңызды. Бір жылт етіп кірдіңіз. Сол кезде елдер ойлап қалды, неге қашып кетті бірден кіре салсып деп. Иә, сол бағана адамдар келіп не қылып еді. Сол бүгін әйтеуір бітпеді, ертең понедельникке қалды, бір тірліктерімен келіп еді соны. Апыр-топыр сол. Кешелер қолым тимей жатыр бұл айтқанда. Иә, Ильяс, маған әлгінде бір жігіт хабарласты, Нұржан деген. Оның өзі вакцина алған екен, бір рет спутникті 5 жыл бұрын. Және белі ауырады екен. Белі бұрын грузчик болған кезінде кішкене шығып кеткені бар ма, сондай бар ма? Соны енді кішкене қозғалып кеткен болу керек, немесе орнына салу керек. Және де ананың да екпенде енді бар ғой оған ықпалы бәрібір. Ол негізі белді ауыртады, қол аяқта ауыртады екпе деген сол салынған. Соны сұрап жатыр да, сынықшылар бізде мықты бар ма, қаншасына бардым, ылғи салмайды. Ылғи алаяқтар көбейіп кетті сынықшылардың арасында, білесіз ба? Қазір дұрыс сынықшы табылмайды екенсің, қазір екінің бір сынықшы екен ғой қазір. Қазір қиын болып кетті ол айтқанда. Мен бір інім бар енді ол Шымкентте, былай мықты не қылады, жинайды шашылып кеткендер жинайды да енді. Сол Шымкентте тауда. Нақты сіз гарантия бересіз ғой, Нұржанға дұрыстап береді деп белін. Оны енді бұл біздің жұмыстарда нақты сен айта алмайсың ғой енді. Былай негізінде жинап береді былай айтқанда, иә.
нелерді жинап береді. анау иә шашылып кеткендер болады авариядан кейін неден сол кездер сол көп жерлерден келіп сол жігітке бар жас жігіт енді жас болғанда енді қазір жас емес қой бізден кіші деген сол енді не қылады былай негізінде ана жаңалық ауылында жаңалық берді сол жерде бағашар деген кісі бар ол да жақсы сынықшы негізінде анадай жақсы салады ол кісіні де жаңағыдай әр жаққа алып кетіп жатады да өзі былай спокойно жақсы кісі. Ильяс, өтініш сізге, сіз біздің құпия чатта отырсыз ғой, телеграм болсын, ватсап болсын. Айтпақшы, құрметті тіркелушілер, тіркеліп қойыңыздар, өйткені ол жерде сапалы алаяқ емес емшілер отыр, және сынықшылар, шөпшілер бар. Сондықтан тіркеліп қойыңыздар құпия чатқа. Ильяс, сізге өтініш, сіз сол құпия чатқа ана Нұржанға жазсаңызшы, Нұржан деп, осындай сынықшы пәлен жерде тұрады, түген жерде тұрады деп, жаңа 2-3 сынықшыны жаза салыңызшы, өйткені ол жігіт әбден шаршаған. Анда барса да бір алаяқ сынықшы, мұнда барса да алаяқ сынықшы, ақшасын енді көрген жерге құртқан ғой, өзінің үстіне өте қиын. Қазір екінің бірі оңай жұмыс екен дейді, бәрі бола беріпті ғой сынықшы. Сүйек салуды қорқпайтындарды айтамын да, ол жесткий ғой бұл айтқанда. Рисковать ете берген, қалай қазір сондай сынықшылар кеткен, рисковать етеді ғой? Рисковать етеді. Бір рет барғанда ініме бір әпшемді алып бардым, қолы шығып кеткен еді. Бұл жерде бір 5-6 адамға қайта салдырдық, больницаға барып істеттім. Одан кейін айттым, апарып келейінші деп, сол қыстың күні апарып келген бағанағы ініге. Сөйтіп ол алады да, қалай көрмедім мынаны деп сөйтіп салады ғой жаңағы. Тарсас қолды да бере салып болды. Сонда жаңағы ана бір кішкентай қыздың тобығы шығып кеткен екен. Кішкентай қыз енді бір кішкентай. Сол әкесі мен шешесі келді, ауылдың балдары ғой енді. Сол екеуі алып келіпті. Сонымен жаңағыдай мен енді ұстап тұрдым. Ананы енді салды, оңай емес қой, тобық шығып кеткен, ол тағы да ісіп кеткен, ол өздері жүріп қалған, сондай. Соны ұстап тұрдым, салды, тарсы орнына қойды, болды, нормально болды деді, байлап жібердік. Сөйтсек анау бағанағы кім күйеуіне айтады, ақшаны бер дейді жаңағы. Сөйтсе ол күйеу алады да 80 теңге ұстатады ғой жаңағы. Енді былай қарап тұрсаң енді анау Имаш айтады да, Иван дейді, оның ауылында бәрі Иван деп кеткен, жеңгелердің айтқанымен сөйтіп. Айтады да, братан дейді, мынаны қарап тұрсаң, нан алатын жағдай жоқ қазір дейді, анау былай. Енді сондай қиын замандар еді ол кезде. Сөйтіп айтады да, берген осы әкем дейді, кезінде істеген кезде сынығын салып бағана шөбін берді, не былай адамдар біреу қойын, біреу бір нәрсесін әйтеуір қораға кіргізіп тастайтын дейді, ешкімнен ақша сұрамайтын дейді, өздері дейді. Қазір дейді, осы мынау дейді, мынаны алда деді, қызыңа мороженое әпер деп қоймай жаңағы беріп жіберді, қызын қолдан сатып жіберді де жаңағы. Не дейсің дейді де, маған неше та ұрсасын дейді ана. Не бағанағы отыр, әйтпесе кетіп қалады ғой жаңағы стройкаға ар жаққа, мен ауылда отыр деп, осы мен қалай күн көремін деген сияқты ғой. Сондай да бар негізінде, бір екінші жағы да бар да. Бірақ ана біреулер алады да, өздері істей алмайтындар сынық салып, ақша тауып бай болып кетеді айтып. Түсінбейсің ғой бұл заман негізінде. Сол. Аман деп. Сынықшы жұмысының негізі ерекшелік қандай? Осы көне дәуірден бізде қазақ даласында сол көп болды ғой, баяғыда сынықшы атақты адамдар болды, иә, бізде. Әкелерінен алып жүрді, иә, аталар. Сол ғой, атадан балаға келеді де, одан кейін олардың саусақтың ұшынан сезеді де олар. Саусақтардың ұшымен сезеді жаңа, көреді, саусақтың ұшымен көреміз дейді ғой жаңа. Одан кейін анау сынықшы болатын кезде оларды анау шамандардың болезнь деген сияқты кімдерден естіп келдім да жаңағы, ана буряттардан нелерден. Сонда сол сияқты бұларда да болады жаңағыдай. Сүйектердің бәрі қақсайды ғой жаңағы. Қақсап, бүкіл сүйектері не қылып анау бағанағы сөйтіп содан жаңағыдай ауырып, терлеп, сөйтіп бір уақытта босайды жаңағы, жібереді. Содан кейін жаңағы өздері болып кетеді. Сонымен бір кісі бар еді, бір кісі болады да, қай бір жылдары неге интернетке шығады жаңағы. Москвада өте бай бір кісі болады, сөйтеді анау бағана грыжа болады ғой. Сол грыжа болғаннан кейін алады да оларды қарайтын жаңағыдай докторлар, өздерінің докторлары бар жаңағыдай, врачтар. Тек қана соның денсаулығына қарап отыратын. Сол айтады там Нью-Йоркта бір анау не бар екен, институт бар екен, сол жерде жаңағыдай тек қана грыжа емдейді. Барасың, сол операция жасайтын алып барады. Өздерінің самолеттермен барады, операцияны істетеді. Үйіне келеді. Үйіне келгеннен кейін көпке жетпей 1-2 айдың ішінде қайтадан қиналады. Сонымен кімді $10 000 бір массаж $10 000 тұрады. Жататын орны бір нәрсе, бір негр жігітті, массажист жігітін шақырады.
өзі сондай жүреді екен, жаңағы массаж жасатып анау бағана кісілерге келіп. И сөйтіп күндігі бағана әр массаж 10 000 доллардан дейді. Өте жататын орны, ішетін жейтіні барлығы тегін. Сөйтіп өздерінің жаңағы барып келу жолының бәрі тегін. Соны сетет болмайды. Содан кейін қайтадан барады, Нью-Йоркқа барады. Екінші операция істейсің дейді, отырасың бірақ дейді, жаңағы уже жүрмейтін боласың дейді. Енді мақұл дейді да, жаңағы барып үйге барып ойланып келейін, жұмыстарын тірліктерін бай кісілер ғой. Сөйтіп не істерін білмей жаңағыдай соған көнеді. Үшінші операцияңда дейді, жатасың сонымен тұрмайсың дейді да, жаңағы олар уже бәрін айтып береді. Ең мықты деген институт деген да жаңағы Америкада. Содан бұл ұшайын деп жатқан кезде кетемін енді, болды, амал жоқ, енді қиын ғой, жаңағы шаршап ауырып жатқан кезде бір досы келіп қалады жаңағы. Сөйтеді де айтады, Украинада дейді осындай бір кісі бар дейді, мен өйттім осындай, давай соған барайық та дейді, нормально болып кетесің деп. Сонымен бұл анау Нью-Йоркқа кетейін деп жатқан кезде неге жаңағы Украина ұшып кетеді ғой. Барады да бағана кісі әр болғанда жаңағыдай әр точкаларын басып шығады екен, сөйтеді екен де жаңағыдай әр сеансы бір 2 минут 3 минуттан аспайды екен ғой жаңағыдай. Бірінші басып неған кезде ана жігіт жаңағыдай ауру тоқтайды ғой. Сөйтіп бір аптаның ішінде жазылып кетеді де, оны кейін анау суреттерін түсіріп ерінбей неге Америкаға барады ғой. Сөйтіп айтады, мынаны қарасаңдаршы, мен сендермен жатқызбасайын деп едіңдер деп. Олар сөйлеспейді де дейді, жаңағы қанша бай болсаң да. Сөйтеді де білгенін істеді, қайтарып жібереді. Сонда ана кісі ырза болып, өткенде сол институт, сонымен жаңағы имашқа барамын да айтамын, братан, мынандай істе. Сен сонымен оған сұрақ қойған бір кісі, журналист айтады, қалай сіз учениктерің бар ма? Қаяқтың ученигі үйрете алмаймын, себебі мен саусақтың ұшымен сеземін, менің ата бабам жаңағыдай сынықшы болған, саусақтың ұшымен көрем, сондай жағдай таппаймын, ученикті қаяқтан табамын мен деп қояды да. Ол бағанағыдай адамның позвоночниктің жанындағы ең андай майда тамырлар болады, сухожилия, олар анадай қатты қиналған кезде, стресс кезінде жаңағыдай позвоночник шашылып кетпесін деп жинап отырады. Оның әр қайсысы 3 тонна жүк көтереді екен, әр қайсысы. Ондай майда талшықтар өте көп екен да жаңа. Содан жаңағы позвоночникті ол солардың біреу қысып, біреу босатып тұрғанын біледі екен да саусақтың ұшымен. Сөйтіп соларды кішкене басып точный массаж сияқты өзі ойлап тапқан ғой жаңа. И босатады, сонымен ары кетсе бір 2 минут 3 минут адам қарағаны жаңағы күнге. И сөйтіп бір аптадан кейін ана босайтыны босап, позвоночник ровно болып кетеді екен. Сол кісіні өткенде киносы шықты. Енді примерно сол кісі туралы түсірген, бағанағы қисынын келтіріп сериал екен, 3-4 сағат көрдім да, қуанып кеттім, мынау сол кино екен ғой деп. Олар алып келеді де Москваға апарып, үлкен центр ашып, ана бағанағыдай қанша ақша проблема жоқ деп бағанағы отырғызып қойды негізінде. Орыстар бәле ғой былай айтқанда. Барлық жақтан өздеріне керектілерін жинап жатыр да, сонда ол жерде бол анау кім еді ана? Бір үлкен центрдің бағанағыдай бір бөлігін өзінің учениктерімен қосып, бүкіл ақшасын, жағдай, барлығын жасап берді ғой енді киноның несіне қарай. Соны ойладым, соғыс болып жатыр, ол өздерін тартып алған екен ғой, центр ашып. Молодец негізінде олар былай айтқанда. Сол айтайын деген ол үлкен жұмыс істеп тастады да. Ана кісі енді жаңағыдай. Мен ана ініме айтамын, осыны істесейші, өйстіп, саусақтың ұшымен істейсің, білесің ғой сен деймін да. Иә, сол саусақтың ұшымен білеміз ғой дейді де. Білсеңіз соны былай іздеп тапсайшы деп. Көндірме, кеме айтты, мен белімде сәл-сәл кетіп қалған ғой, соны жасасайшы десең істемейді ғой. Қазақтың бір сәл сондай бар да жаңағы. Сөйтеді де оны айтады, ақша таппайым жаңағы деп. Әйелмен ұрысып жатса мен не ашып. Адам сол жерде ақшаның бәрі сол жерде ғой деймін да, бағанағы істейсің, оңай түсінесің деп. Мен өзім сәл саусақпен ішіне сезгенмен, бірақ олар сияқты сезбеймін да жаңағыдай. Қиындық сол. Соны айтып түсіне. Мен өзім уақыт келген кезде ол да жететін шығар. Сондай. Ол адамның аты жөні қалай жаңағы сіз айтқан? Кинода не бағанағыдай. Мен неған кезде оның аты жөнін ана кімдер айтпады. Бағанағы ана кезінде неған кезде айтпайды ана. Себебі оларда. Кейін кинода атын басқаша айтқан. Есімде аты не деп. Ауыстырып жіберген шығар. Ауыстырып жібереді ғой енді. Ол кинода еще басқаша анау біреу кетіп бара жатқан кезде авария болады, сөйтіп баласы неме жүрмейтін болып қалады. Сол кезде жаңағыдай сол местный бір больницада главврач алады да, ана кісі айтады ғой, менде ақша көп, бағанағы орыстың бір байы.
ну айналып келгенде сондай байлардың біреулері алып барды ғой ол жігітті. И сонымен аны жүргізіп жібереді. Ал бағанағы кімнің ана имаштың жаңа әкесі кезінде Тұрысбеков деген болған, анау министр болып еді ғой неме. Сол кісінің баласы 13 жасында өлейін деп атады, жаңағы мойны үзіліп кетеді ғой құлап. Асқар деген баласы. Сол жігітті 75-ші жылғы бала. Қазір ана ненің Шымкенттегі нефтеперегонныйдың колонкасында отыр ғой, бензин сатады бастығы сол жерде. Сол жігіт өлетін болған кезде бағанағы докторлар шығарып тастаған кезде сол кісіге алып барады. И бағанағы кісі мойнын салып, енді ол экстракавас болған кісілер ғой енді. Сөйтіп бүйтіп айтады ғой, мен дейді мойнын салдым да дейді, сұрадым дейді, барлығы жиналып отырды, бір 20 адам келген дейді, көп болып келеді ғой енді ол. Соны айтады, жас қанша деп, 13-те, 13-ші күн өледі, қарап отырыңдар деп айттым дейді. Сөйттім де, мен айтам да, неге бүйтіп айттыңыз деймін да жаңағыдай. Сөйтсем, енді өздерінше мақтанып, басқаша айтсаң қуанып, қарамай қояды ғой байлар дейді да жаңағы. А былай 13-ші күн барлығы үрім-пытағымен жиналып, бағана көмеміз деп қарап отырады ғой деп, өздерінше ана ненің бағана сынықшы кісінің айтқаны ғой. Сөйтеді да 13-ші күн анау не қылады, анау қозғалады ғой дейді да, сол кезде жұлқынған кезде қасында біреу болу керек, әйтпесе ойнап кетеді ғой дейді да жаңа. И сонымен дейді, сол күні қырдың төбесіне шығып қарап отырдым дейді, өзеннің ар жағында ешкім жоқ дейді, түс болды дейді, ойлап қоямын дейді, біреу өліп қалдым екен, бекер айттым ба деп өзім қорқып қоямын деп қалады ғой. Жынды кісі еді негізінде. Бір уақытта қарасам дейді, түтін не керек, шаң келе жатыр дейді ғой. Сөйтіп келіп бағанағылар, о не керек олардың тірліктеріне, қанша не қалай деп, ешнәрсе керек емес деп, бергім келіп жатса ауылға көше салып бер деп, ауылдарына көше салдыртып алғанмын деп қояды. Тас жол салып беріп, мәшесін жөндеп беріп, өкімет берген москвич бар еді, соны жөндеп беріп. Молодец. А кейін берешегі бар дегендей айтып еді маған. Барып көрдім еді кейін бір. Сөйтіп едім, ол баласы ешқандай асылыңды да, ешқандай сынықшыларды да, ешқашан мен ауырған жоқпын деді. Мақұл деді, не дейсің басында? Рахметі жоқ. Иә, рахметі жоқ қой, қазақшылық баяғыда, енді әкесін айтса, енді әкесі түсіну керек бұл айтқанда. Бірақ оның әкесі Эмиратта ма, олар енді байлар ғой, бұяқта Қазақстанда тұрмайды екен жаңа. Сонымен ол жігітке жетудің өзі ақырет болды, бірақ енді маған қызық болды да, Асекеңнің айтқаны бар еді деп бардым. Барсам, жаңағыдай, мен деді, ешқашан, сонымен мақұл дедім мен, бопты, не дейсің? Атак негізінде ол жігіт баяғыда қурап кетер еді, ол 80, 13 жас болатын болса, бағанағыда 75-ші жылы, сол жылдары жоқ болып кетер еді. Бірақ енді сол фантастика жасайтын кісі, сол мен баласына қанша рет айттым, осы немемен сенсе, мен саған реально сенің қолынан келеді осы. Болмаса бағанағы жігіт ана Украинаға барып іздеп көрейік ана кісіні деп. Сөйтіп ученик боласын деп. Оған екеуі екі түрлі сынықшы ма сонда? Біреу қазақ, біреу Украин, иә? Иә, Украина інім ғой бағанағы, айтып жатқан інім бағанағы. Ол сынықшы бағанағыдай, атаның баласы. Ана Украинаға барып, өзім былай көрсе деймін да, болмаса ол жігіт көп нелерді не қылды, ана бағанағы позвоночникпен проблема боларды, растяжка жасап, бағанағы қолынан келгенше жаңағы тірліктерін істеді енді, былай үйренген жағын, білетін жағын. Ал мен айтамын да, ол емес, ана бағанағы майда тамырларды істеу керек, жаңағы майда тамырлар. Ана кезінде мысалы үшін кинодағыдай машина келіп бір нәрсе болады, өткенде айттыңыз ғой, жаңағы тоқтап ұстап қалады деген. Сол кезде бағанағы андай күш жұмыс істейді бағанағы ненің, өңке анау әйелдер туатын кезде де ана позвоночник қирап кетпесін деп бағанағы майда тамырлар жұмыс істейді жаңағы, өте майда сіңір тамырларды жаңағы. Олардың әрқайсысы әр талшығы 3 тоннаға шейін жүк көтереді екен. Әр талшығы, олар бір бәле мың ба, өте көп жаңағы. И адамның сондай күші, оған бірақ бағанағыдай тек қана сондай өте қиын кезде шығады да жаңағыдай. Арыстанмен төбелескен кезде деген сияқты. Или жаңағыдай бір машина, бір аварияларда машина тоқтатып қойып бағанағы сондай бір болады ғой жаңағыдай. Түйелермен қырылысып кететін жігіттердің сондай күш пайда болатын, сондай. Зас деген бір жігіт кісі болған жаңағыдай неде, түрмеде отырғанда тренировка істеп, изометрический жаңағы нагрузкаларды беріп, ол сол бағанағы тамырларды күшейту арқылы жасаған. Бірақ ана кімде қателеседі де жаңағы качоктар айтады, ана сухожилияларды басқа жердегі негізінде ол сухожилияларды жұмыс істейді ғой, бірақ негізінде жаңағы позвоночник қасындағы бағанағы күшке байланысты ғой. Себебі мен
анау тренировка істеген кезде ұят болады деген қазақтың несі бар ғой. 120-130 килограммдық жігіттердің үстінен көтеріп алып жүгіре беретін едім да жаңағы. Ұятқа тырысасың ғой жаңағы. Сөйтіп соған дофаминге шығып кеткен кезде ана нелерде жұмыс істейді. Себебі жанкештілік гормон өліп қаламын деп ойлайды да организм, ми. Сөйтіп өліп қалмайын деп, қуағаш сияқты ғой. Өліп қалмайын деп тіршілігін жасайды. Ал бұл спортсмендерде жаңағыдай анау не соғыста мысалы үшін тез пайда болу сондай жағдайда қуағашта енді бүйтіп уақытымен істелінеді ғой жаңағыдай күнге созылып тұрып. Бірақ барлығы сол анау өлтірем деп миды қорқыту ғой примерно. И мына жерде жаңағыдай жестко. Сонда балдар не қылатын еді? Жындысың ба? Мен 57 килограмм, олар 130 килограмм үстіне көтеріп аламын. Еще группаның алдында жүгірмесең болмайды деген сияқты. Сол системаны түсінемін да, ана айтсам ауылда өскен балдардың сәл несі қиындығы бар да, миын ашқысы келмейді. Әшейін. Болды. Сонда мына уақиғалар рас екен ғой, әлгі шешесі келе жатып, бәрі үлкен грузовик тоқтатты, баласындағы басып кеткеле жатқан, немесе... Сондай ғой, иә, ол рас қой. Иә. Себебі анау кинодағыдай киноларда да бар ғой анау. Сумеркиде бар ғой. Ана жігіт машинаны тоқтатып қалады ғой жаңағы қызды басайын деп жатқан кезде. Сол сияқты ол анау кәдімгідей күш пайда болады. Сол құтқарып қаламын деген кезде ой болмайды да, а кейін и замедленный уақыт болады андай. Замедленный кадр болып бүйтіп бөлінеді жаңағыдай. Сосын мен ондай нелерде болғанда мен білемін да қалай болатынын, қалай не қылатынын себебі. Одан кейін машинада айдап бара жатқан кезде 260-тан жатқызасың. Ана БМВ-де отырғанда до конца қанша жатқан кезде сол кезде тура сондай болады. Замедленный примерно бүйтіп отырасың да и бәрін көріп, бірақ анау суық тер ағып отырады да, қатты суық тер ағып отырады и жатып аласың да и наплевательски кетіп ұша бересің ғой айтқанда, қалқисың. Сондай. Сол кезде ол да сол вариант бағана. Просто ми білет өліп кететін. Сөйтеді да ми полный жиналады. Мен миым шашылып жатқан кезде сол БМВ-ға отыратынмын да кабандарды наказать ететінмін деп қояды. Жаңадан қордай ашылған кезде жаңа жол пайда болғанда. Кабан, сол бәрін қуалап жетіп алып издеваться етемін да алдына секіріп мініп алатынмын да 180-ден кейін бір газды бастан шығады, содан кейін до конца жатқызасын, аварийканы қайта қосып қуып жетіп алды. 200-ге шейін баратын жігіттер ары кетсе 220 болды қайтады. Себебі ары кетсе 1 минут қой, бірақ өмір бойы айтып жүреді. Сағаттап ешкім отырмайды ғой мана. Бірақ ол отыру үшін есептеп отырасың да жаңа. Ми біледі уже, болды өледі мынау жынды дейді да. Сол кезде ана Шумахерлердікі сияқты ғой. И сонда барлығы четко көрінеді, и бәрін есептеп отырасың. Бір күн бір жігіт айтады, мен үйтіп бастым, бүйтіп бастым, тормозды бүйтіп бердім деп қояды. Бопты ғой дедім, 120-дан асырмаған жігітсің ғой өміріңде деп. Ондай кезде тормоз берілмейді, уақыт үлгере алмайсың, тормозды тоқтамайды машина негізінде. Бірақ последний запчастьтер саласың. Сол енді примерно сол жерде ғой. Соны айтып, сынықшылардан шығып кетті ғой әңгіме. Сонда яғни адамның миы 40% жұмыс жасайды, 96% бізде жұмыс жасамай тұрған сол екен ғой, ана 4% ғана жұмыс жасайды қазір. Егер ана 96%-ның ішіне кіреді екен ғой жаңағы нәрсе, аяқ астынан ми бұйрық беріп, әлгі күш қуат. Сондай ғой. Себебі просто мен анау нелер самурайлардың тірлігі анау нелерді шауып тек қана өлім іздейміз деген. Сол сияқты біздің батырлар да сондай болған ғой анағыдай. Ұйықтайды, одан кейін барып 30 күн ұйықтайды, сөйтеді да, одан кейін барып бағанағы соғыс болатын болса, айтады, соны барады да қырылысады, а былай қолдарынан аса бір ешнәрсе келмейді, не істейді сол? Бірақ бағанағы соғысқа шыққан кезде жиналып алады да, сондай өздерінің батырдың несі сол күші сонда ғой деп ойлаймын да жаңағыдай, олар анау сондай измененный состояниеға жаңағыдай өткен айтқандай бір альфасына ма несіне ма секіріп өтіп алады да, и уже сол жерде өз сияқты батырлармен соғыса бересің. Яғни бәрі мида екен ғой, баста, санада, солай ма Ілияс? Бәрі мида ғой, иә, бәрі мида ғой. Себебі ана бізде айкидо үйреткен кезде, мысалы үшін басында істеген кезімізде жинап алатынымыз, басында отыратынымыз, и өзінің несі бар бағанағы, басында ритуал сияқты несі бар, кәдімгі анау тренировка істейсің, и выдох жасайсың, айқайлап бағанағыдай. Сөйтіп қайта істей бересің, сөйтсе сол кезде жаңағыдай адамды бағанағы кішкене басқа состояниеге өткізудің амалы екен да жаңағы. Кейін бір кинодан көріп алдым, ана самурайлардың киносынан. Мынау екен ғой дедім де жаңағы. Сонда жаңағы анау шал айтады да жаңағыдай, сен мынаны не қылу үшін қаттырақ шығар, үйтіп шығар, бүйтіп шығар жаңағыдай. Сол кезде жаңағыдай өзіңнің ата бабаңның төбелесіп отқанын көресің деп үйретеді да жаңағы. Сол сияқты ана состояние көтерді, астралға шыққан сияқты былай қазіргі. И сол кезде уже қырылысады да сезбейсің.
просто біз ана төбелескен кезде баяғыда тірсекке тірсек тиген кезде жарылып кетеді ғой тірсектер. Сонда жаман қатты ауырады негізінде. Өзіңе кіріп алған кезде просто балдар жылап жіберетін жаңағы сен неме бөлесің деп бағана анау күлесің ғой жылағанның орнына. Күліп жібересің сөйтсең одан бетер қатты ауырып кетеді да байғұстардікі. Сол қатты біздің тренеріміз андай десантник болғаннан кейін аямайтын еді да жаңағы бәріміз сондай. Себебі ол өзі содан өткен, себебі оларды лақтырып жібереді екен да немеден. Дядя Васяның айтқаны деп тек қана сол тез үйрету. 6 айдың ішінде оларды үйретіп шығу керек. Ал ол дядя Васяның айтқаны не болған? Адамды біз үйрете алмаймыз. 6 айдың ішінде ешнәрсе үйрете алмаймыз, төбелесуді үйрете алмаймыз дейді. Бірақ адамды тірі қалудың амалын жасататын, жолын іздеп табатын жағдай жасаймыз деп. Сөйтеді де жаңағыдай әбден төбелес, ұрады, соғады, бытышын шығарады, жаңағыдай самолеттен лақтырады. Сөйтіп самолеттен құлап жатқан кезде, парашютің болмаған кезде десантник дейді, ол қасындағы біреудің парашютына түсіп, болмаса жаңағыдай ағашқа, болмаса суға әйтеуір бір жолын тауып, тірі қалып, біреуді жаңағыдай қойған задачаны бітіріп, одан кейін өле береді дейді жаңағы. Төбелескен кезде ол карате керек емес оған дейді. Себебі жерде тасы бар, пышағы бар, анау не ағашы бар. Содан кейін бар, болмай жатқан кезде уже төбелеседі дейді. Себебі қолында автомат тұрғанда оның қажеті жоқ деген сияқты. Сөйтіп соған тез үйретеді. 6 айдың ішінде баланы үйретіп шығу керек. Ана нені алып бутылканы бастарына жарып үйретеді, соның бәрі. Оның бәрі жаңағы тез неге өтіп кетудің жағдайы ғой. Ана өздерін істей аламын деген сияқты нәрсе да. Осы мен ана не қылатын кезінде бір нәрсе істеп көрдім. Мен қалай үйлендім? Мен турникке вообще тартына алмаймын. Семіз болатын едім. Дәу семіз әкімнің немересі болғаннан кейін, в общем, барлығы бетіме қарап. Содан ұят жаңағыдай. Физкультураның орнына 10 рет химия, математикадан экзамен болған жақсы еді деп баратынмын сабаққа. Амал жоқ, позор боласың. Одан кейін жаңағыдай итшілеп қойдым, сол жолдас балам. Олған бәрі одан бетер семіре берді. Сөйтіп 102 килограммға барды да армияға да бармай қалды жаңағы. Мен наоборот жаңағыдай аздым. Өліп бір тренировка өзім система жазбағанша, ол кезде 80-ші жылдар ешкім айтпайды ғой. Өзім системаны жазып, азып, турникке тартынып, бірінші күн турникке шыққан кезде төбесіне тартынып. Өте ең бақытты адам болып едім сол кезде. Сол кезде түсіндім, өзің істесең істелінеді екен, істемесең істелінбейді екен деп. Менің девизім сол болып қалып кетті да. Содан кейін кете берді. Содан ары қарай сонымен развивать ете бересің. Қанша өскен сайын сол кете берді. Кейін жаңағыдай анадай неме дейді, онкология дейді, онкология бопты көрейік деп. Болмаса жаңағы поликистоз ба? Ешкім жасамай ғой, дүниеде ешкім жасамайды, ешкім есептемеген, 100 жылға шейін есептемейді деді. Мейлі есептемесе, ойда болмайды да, что ол есептелмейді, істелінбейді деген сияқты. Аласында іздейсің, 14 күнде тауып алдым ба жоқ. Ох дегенсің да, тарс беремін, 14 күнде тарс болып кетеді. Қайтадан сол жерге алып барамын, ана институтта Жарбоқтың. Тарс, деді ғой, бана қуанып кетті ғой, негізінде. Сол сияқты сөйтіп ол бір күнде жиналған жоқ қой, 40 жыл бойы жайлап келген тірлігім енді. Сол сияқты сол мидың немесі. Адамдарда миында тормоз бар да жаңағыдай неғып болған. Потому что ол болмайды. Доктордың өзі де болмайды. Мен білемін бе, сен білесің бе? Мен ғой нені, класстас қыз туа алмай жатыр деп, ұл болмай жатыр деп тастайын деп жатыр деген сияқты. Мен білемін ба, Қарағандыда мен Қызылға бітіріп келгенмін. Әлде сен мен қаяқтан білемін, мен білесің ғой оқымаған бол, бірақ ішіңде бәрі нормально, бәрі жақсы болады деп қоясың ғой сол сияқты. Сол бір пустышкасын тауып алып жасап берді, шүкір. Ал енді Ильяс айтыңызшы, осы мына адам ұлғая бастайды ғой, 50-ден кейін бытышты шыға бастайды өз-өзінен. Қанша күтінсе де жаңағы ауырлап, жүруі қиындау болып, жаңағы деменция басталады, мұртшақ бола бастайды. Сондай нәрселер өзгерістер басталады 50-ден кейін. Яғни төменгі сатыға түсу өзгерістер, организмде адамда. Қалай күтінсе де. Енді себептерін енді айтпай қояйық, әртүрлі себептер болады оған біздің заманда. Жан-жақтан жаңағы әдейі жасалып жатқан нәрсе де бәрі де жүріп жатыр. Бірақ мен сұрағым мынада, сіз қалай ойлайсыз, мына сол 50-ден кейін біздің күрт аяқ астынан кәртейе бастайтын адамдардың? Оның себебі ана ми ескіріп, сол себептен денесі ескіре бастаған ма? Ол команданы мысалы дұрыс емес немесе жай беріп, әлде ми сол қалпында қалады адамда, ал дене ескіре бастайды да, ана дене ескіргеннен кейін ананың жаңағы сол қалыпта тұрған мидың ықпалы жүре алмай қала ма? Қайсы сол екеуінің? Дұрыс айтасың, примерно мен де сөйтіп ойлаймын бағанағыдай. Себебі анау ми мен дененің екеуінің арасында ара қарым-қатынастық алшақтай бастайды. Сонымен түсінбей қалады да жаңағыдай. Сонымен сбой болады. Анау программа бұзылады. Нормально жұмыс істеп жатқан программа бұзылады.
сол үшін анау айтатыны немелердің қазір мына биохимияда бәрін айтатыны не ғой, 25-тен кейін уже істей беру керек дейді ғой. Қазіргі 50 жасыңда 30-дан кейін жаңағыдай 60 жасыңда істей беру керек. Күнге сол тренировкаң бар, білгеніңді істеп, әйтеуір тренировкаңды жасап, шама жеткенше жаңағыдай өзіңе қараудың амалын жасау керек деп. Ал тегі ми ескіре ме, әлде ескірмей ме ми деген нәрсе? Ми. Дене ғана ескіре ме, әлде ми бірге ескіре ме денемен? Жоқ, мен мысалы үшін бізде өткенде айтқан Рахимов деген кісі, анау недегі фармакология немесін заведующий, қазір уже бар ма жоқ па? Сол кісі 72 жасында ма, мен онымен кездестім жаңа анау өткендегі шөптер туралы барған кезінде. Сонда айттым, мен дедім осындай адам, осы неден келгем, бір шөпті сізге 82-ші жыл ма, 82-ші жыл ғой деймін, сізге алып келді деген кезде бүйтіп тұрды да, 72-дегі шал бүйтеді. Иә, осындай пәленше деген орыс кісі, пәленше институттың несі ректоры келіп, орыстар жіберді деп әкелді маған, сөйтіп осындай бағанағыдай сарыбұға, сұрбұға, можа деген шөптерді алып келді деді. Сөйтті да мен полный осынша нелерді алдым, тышқандарды, оған осынша ақша құрттым, бәрін айтып берген, мен риза болдым. Сіз сияқты жаста мен де осындай болғым келеді дедім ғой жаңағы. То есть ол көрдіңіз қандай, потому что бірақ онда ол өмір бойы ғылыммен айналысқан кісі ғой, енді білдей бір академигіміз ғой, айтқанда серьезный. Сонда айтады да, мен дейді өмір бойы осы дейді, память деген конкрет 72 жаста тұр. А мысалы үшін қазір бір орыс еврей кісі ғой, енді примерно еврей ма, сондай неде Ленинградтағы институттың, государственный институттың немесі, биохимия факультетін ашқан кісі 88-де қазір. Памяти бәрімізді қосқаннан бетер ғой деймін. Мүмкін емес. И ол қазір мысалы үшін үстіне аяқтарына 2 килограммдап 4 килограмм байлайды, үстіне тағы да груз іледі, сөйтеді да, өткенде айтқандай жаңағыдай ступенькісін қаншасыншы этажға деді. В общем, күніне 400-500 ступенька жаңағыдай жүріп өтеді. Қолына таяқ ұстап алып, былай жүреді, сабақ береді. Москваға бар, Аняққа барады жаңа, сабақ береді. Нелері бар. Кезінде 83-ке дейін ба, недерге шығатын, ана, 5000-шіліктер дейді ғой, биік тауларға шығатын жаңағыдай. Қуып өткен, ол 80 бір нәрсе жасында. Сол 71 жасында мастер спорта болып, альфаға шығып, бір нәрсеге, сондай қуып өткен, ол, енді ондайлар мүмкін аз болатын шығар, бірақ енді анау өзінің ғылыми күшін, то есть оқыған нәрсесін жасаған кісі ғой енді. А мысалы үшін баяғыда анау Распутиннің несі, учителі Бадмаев деген кісі деп жазады. Ол 250 жыл әшейін өмір сүремін деген. 121 жасында ұрып өлтіріп қойған ғой. Сонда анау революция болған кезде ұстап алып айтпай қойған деді ол кісі. Сонда ол 250 жылға шейін спокойно миымен болам деген мысалы үшін. Сол сияқты сондай ғой. Мен апам бағанағы 83-те ма қайтты. Ол кісінің де миы зор болатын. Күшті болатын. Вообще конкретно. Ол андай тұғын. Орыс тілі әдебиетінен сабақ беретін болған. Неме біздің мектепте не болатын жаңағы. И анау қорқыту жағынан не болатын андай. Мектепте не еді ма? Завуч болатын. Бәріміз қорқатымыз ол кісіден. Сонда любой Пушкин болсын, не болсын, бізге андай сабақ берген жоқ, бірақ апайлардың орнына анау айқайлап отыр, шулап кетпесін деп кіретін келгенде. Сол кезде бір 40 минутқа, 30 минутқа жаңағыдай бағанағы өлеңдерін айтып отыра беретін ғой. Сонда тыңдап отыратын еді. Сонда 1 грамм не қылмайтын. Кәдімгідей полный. Мысалы үшін сол үшін көп жаттай беру керек па деп ойлаймын да жаңағыдай. Қазір өзім де шада еркінсіп кеттім, жаттамайтын болып кеттім ба. Негізінде сол жаттай беру керек, оқи беру керек. Содан шығады ғой деймін. Яғни ми ескірмейді, иә? Ми өз қалпында тұрады, иә? Ол ескірмейтін нәрсе ғой ми деген. Просто ол ұмытып қалатын шығар деймін да жаңағыдай, анау мидан сұрамағаннан кейін ол бопты деп демалып кетеді де жаңағыдай. Ол демалып кеткеннен кейін иә, қыдырып кетеді. Барлық жерде порядок керек қой, былай айтқанда. Мен маған айттым ғой, анау Королевтің ученигі бүйтіп айтты. Хаос па басында деді, хаос болғанда енді мүмкін емес деді. Сөйтсем бәріміз өткенбіз одан, еш нәрсесі жоқ. Оқи бер. Сол кітаптарды оқи бер деді. Бір күн өзі келеді, сол кезде барлық хаос жиналады деді, орнына келеді деді. А Бауыржан атамыз айтқандай, тәртіпсіз қуылға болмайды, тәртіпке бас имеген ел болмайды да, сол сияқты. Тәртіп бағанағыдай тәртіп болу керек қой. То есть наоборот айтып жүрмін ғой. Сонда жаңағыдай нақты, сол миды да солай ғой жаңа. Мен мысалы үшін анау маған ученик боламын деп неме қылғандар, анау бақсы болып ми ашып кетіп, далбастап кеткендерге мен айтамын, бірінші үйіңді тазала деймін, бірінші үйіңді тазала. Үйің порядок болу керек, шама жеткенше енді біз мысалы үшін неме қылып, мен мамам көрмейді ана.
шай ішсек болды, сразу артынан жинап тастамасаң демалдырмайды ғой, үйреніп қалған ана. Сол үшін тез зато сәл де осыны өзім жинап отырамын да жаңағы тарса ананы присутствием бір жүріп өтеді, не қыламын, соны аналар үйіне порядок басталады, істеу керек сөйтіп қимылдайсың, қимылдағаннан кейін жүресің, одан кейін бағана биохимиясы қосылады, цикл клепсі жүре бастайды, бағана ориентирлік цикл жүре бастайды, дене тазалау бастайды, барлығы сол орында өзі келеді жаңағыдай. Одан кейін аны тазалап ананы не қылып содан жүріп одан кейін жаңағыдай ананы информация келе бастайды, оқи бастайды, барлығы өзінің жолымен жаңағыдай бола бастайды да жаңағы. Жайлап бағана құрақ ашқа отырған сияқты ғой, жайлап бірінші кішкентай бір күн, екі күн отырып жаңағы деген сияқты сағаттап өзі сөйтіп келеді ғой, сол сияқты ғой. Барлығы өзінің орнымен. Сол кезде мида орнына келеді да. Просто жаңағыдай нагрузка бермегеннен кейін қалып кетеді. Енді қазір әңгіме жоқ, мен бұрынғыдай 3 күн 4 күн емес, миым ашып кете жаздайды, оқығанды түсінбей қалатындай болып қаласың. Жас келгеннен кейін бәрібір сол сәл развивать ету керек қой соның бәрін. Просто мен түсінетінім, просто ерінбей тренировка істей беру керек та. Күндізде тренировка істеймін, и сол мида да тренировка істеу керек қой. Качать ете беру керек қой жаңағы. Тупой качок деуші еді, қазір тупой качоктар кәдімгідей ақылды болып кетті. Себебі олар ізденіп өздері. Қазір бұрынғы бізбен бірге анау качать еткен 90-шы жылдар качать еткен кісілер, қазір сол бізбен жасты ғой, 72, 70 біздің жастылар солар. Қазір кәдімгідей көп нәрселер проблемалар шешетін болып қалды ғой. Сол денсаулық жайлы біздің көп докторлардан күшті біледі негізінде қазір былай қарап тұрсаң. Себебі барлығын тренировка арқылы жетті да. Ол оқып, Америкаға барып келіп, бір жігіт 3-ші поколение профессорлар ғой жаңағыдай. Сол жігіт неге Бауманға түседі да, экономист өте күшті, соны бітіреді, 5-ке бітіреді тағы да. Амал жоқ дейді, атам да әкем де бір сөз жұмыс істейді, менде амал жоқ қой дейді, оқу керек дейді. Ағылшын тілін ол қалай орыс тілі сияқты дейді, білетінмін дейді жаңағыдай. Сөйтті, соның бәрін бітіріп, и Америкаға кетіп қалады ғой жаңағы, качать етуге жаңағы. Шварценеггермен качать етемін деп. Қуып кеткен ғой орыстар. Бәрін тастадым дейді, енді өкінбеймін деп қояды, себебі кәдімгідей ақшасы да бар, жағдайы да бар, бүкіл дүние жүзін қыдырып жүр. Ана сол тренировка денсаулықты қалай күшейтемін деп, сол жағынан күшті біледі жаңағы. Адамның өмірі қанша деңгейге бөлінеді, қанша дәуірге бөлінеді. Мысалы 100 жас дейді, бірақ 100 жасқа көп жетпейді, бізде одан аз өмір сүреді. Қандай дәуірлерге бөлінеді сіздің ойыңызша? Және әр дәуірді несімен өте маңызды? О, күшті. Бірақ ойланбаппын осыны негізінде. Ойланбағанда қалай, жастық шақ. Кішкентай боласың, ең күшті кездер ғой, кішкентай боласың, басын қатырмайсың, жата бересің, соскаға сорып. Жастық шақ тоже нормальный бағанағыдай. Одан кейін жаңағыдай студенттік кездер өте қызық кездер ғой, енді айтқанда. Өте қызық кездер. Одан кейін менің ойымша сол ең күшті кездер ау деймін, студенттік кездер. Әдемі, себебі көп нәрсе басын қатырмайсың, көп нәрсе ойланбайсың. Тек оқу проблемаң болды ғой сол ғой. Істесін де барлығы сол кезде өтеді, неше түрлі сезімдер де барлығы деп қояқты енді. Сондай, кейін уже болды ғой, кейін өткенде бір жігіт жазып еді. Қазір дейді, ана 30-дан асқаннан кейін 30 мен 60 не барлығы біз бір қатарлас болып қаламыз ғой деп сөйтіп жазып еді өткенде бір. Себебі дейді, болды ғой енді қайқа, 30-дан кейін уже ешқайқа деп қалады ғой. Күліп жазып, сондай ғой деймін. Жұмыс істейтін кездер. Биохимия бойынша да сондай негізінде. Ешқайқа кете алмайсың. Ал қазақша енді мүшелдер дұрыс қой негізінде, мүшел жастар деп. Сол ойлаймын. Абылай нақты. Гүлсім, қайырлы кеш, сұрағыңызды қоя беріңіз. Гүлсім, сіз эфирдесіз. Қуашты екен Гүлсім. Жарайды, Гүлсімді шығарса. Қуашты отыр екен, болмайды ғой сөйлеуге. Иә. Сонымен мына ми деген онда бәрібір команданы бере беру керек дейсіз ғой, әуелі әлсіз болса да. Команда беру керек қой. Мен просто Альцгеймерге тірелгеннен кейін сонымен көп нәрсе қазір қайтадан біраз демалып жүрмін да, миды демалтып жатырмын. Сол негізінде Альцгеймердің несімен көп іздендім да қуып. Содан көп нәрсе оңай болып кетіп еді негізінде. Қазір демалып жатқаннан кейін бәрі отпускіде жүр, миларым барлығы.
Мына Гүлайым жазып жатыр, сіздің кездесуге қатысқым келеді дейді. Қатысыңыз, ол үшін маған мына жерге жеке жазып жіберіңіз TikTokқа. Немесе WhatsApp нөмір қазір қояды. Модераторлар іле салыңыздаршы WhatsApp нөмірді. Гүлайым деген қыз жазып жіберсін сол жерге. Маған кездесуге келуге. Естеріңізге саламын, 20 желтоқсан күні күндізгі сағат 12-де Алматыда бетпе-бет кездесу, жүздесу болады. Менімен келіңіздер. Дәріс болады. Дәрістің аты тылсым дүние мен трансгуманизм дәуірі, және би де болады, ән де болады. Жаңа жылды бірге өткіземіз, қарсы алып корпоратив, және де сұрақтарыңызды қоя аласыздар, тамақтарыңызды ішесіздер. Сондықтан келіңіздер. Келем деушілерге есік ашық. Қайырлы кеш Зәуре. Я құтты болсын, ем болсын, шипа болсын. Ержан модератор ілік қойды. Гүлайым, сонда жазып жіберіңіз кездесу жөнінде. Я Ильяс, сөзіңізді бөліп жібердім, я жалғастыра беріңіз. Сәлеметсіз Айрис. Я сонымен қашан болса да жаңағы ми бәрібір бұйрық бере беру керек дейсіз ғой адамның дене мүшесі. Сол бұйрық бере беру керек қой, істе деп ана. Сонда жаңағыдай, себебі анау, мысалы үшін анау тізе ауырады, аяқ ауырады дейді ғой, жаңағы бұрыш анау суставтар ауырады дейді да. Ол суставтарды өткенде айттым ғой жаңағыдай, неге? Бір кісі келеді, жағдайы жақсы кісі енді. Сонымен айтамын да жаңағыдай, ішіңді бүйтіп, прессіңді қысып, қатты жіберіп, сөйтіп жүрсе, ештеңе сөйтсем, мақұл дейді, көріп істемейтін. Жоқ, сен ана дәрі қашан бере шөп бересің, мақұл дедім, шөбін жинап берейін дедім да, үйде барын жинадым да, мә дедім, бірақ дедім, күніне 1000 рет нан істемесең, болмайды ешнәрсе, мен саған гарантия беремін дедім. Болды деді, істеймін деп, сөйтіп ерінбей, енді амал жоқ баны болатын шығар деп істеген ғой жоқ. Сөйтіп айтады да, шөбін күшті көмектесті дейді. Істеп жатсың ба десем, конечно, мен істеп жатырмын. Үйреніп қалдым, мен ішім тартылып қалды бүйтті де жаңа. Оның бәрі болған шөптің несі емес, ол вообще әшейін үйдегі былай артық неғып жатқан шеттеп жатқан шөптер жинадым да бере салған бағанағыдай. Әшейін қызық болды да, не болар екен деп. Сөйтіп едім, болып кетті ғой, себебі бар болған жаңағыдай анау барлық нәрсеге качеттап кіргізу керек қой жаңа. Тізелер мысалы үшін не дейді? Тізені мысалы үшін мен өзім тізем анау тренировкалардан әбден қиратып тастағансың ғой бәрін. Сонда мен қалай істедім? Мен алдымда не істерімді білмей жүрдім бағана, ойланып жүрдім. Содан кейін аламда баламның қолын қою керек болды, боксын қою керек болды да жаңағы төбелесетін. И аяқтарын қойып жатырмын, күресін қойып жатырмын, кейін жаңағы қолын. И сонымен алдымда бағанағы далаға шығып, көктемет нелерді орып тастадым да, шөптерді сөйттім да сол жерге. Кішкене площадка жасап алдым да, и сол жерде 45 минут күніне баламды қуалап ұрдым. Жаңағыдай қашамайтын қылып, жан-жағын бәрі крапива, құласа мәз болмайды. Жесткий условиялар енді, бірақ сол жерде неше түрлі нелерді анандай ситуациялар ғой жаңағы. Капио сияқты, не сияқты жатқан нәрселердің барлық епитейсі жатады. Сол жерде құласаң оңбайсың. Сол үшін құламайтын жағдай жасауың керек. Құлап баратсаң да бір нәрсе істеп, құламауға тырысу керек. Ринг сияқты да, бірақ сырты нашар. И сол жерде жаңағыдай Ақнұр Ильяс сізге керемет қойып жатыр лайктарды. Ақнұр сізді жаңағы қолдап, және вольный жазып жатыр. Шахия, сізбен қалай хабарласса болады? Вольный сізге маған жекеге өшірген, немесе Ержан модератор міне қазір іліп қойды. Сол жерге жазыңыздар WhatsApp-қа маған вольный. Түсініңіз ба? Немесе WhatsApp-қа жазасыз. Ержан модератор іліп қойды, немесе жекеге жазып жіберіңіз осы TikTok-тың жаңағы сообщение арқылы. Я Абзал, қайырлы кеш. Я, бұл өзі негізі былай қарағанда өмір қарапайым нәрсе ғой, адамдар өздері қиындап тастаған, я бәрін ойдан шығарып бір нәрселерді керек емес. Я, сол ғой енді былай айтқанда. Попроще болса күшті болады. Я, попроще боламайды ғой. Жіп мініп жүру керек, крутой болып жүру керек. Сондай амал жоқ, айтпесе қарамай қояды, кіргізбей қояды деген сияқты. А так велосипедпен жұмысқа барып келетін болсам, или жаяу, көп проблемалар шешіліп қалады ғой. Ильяс, айтыңызшы, мына әртүрлі состоянияларға қалай өтуге болады? Альфа состояние, бета состояние, гамма состояние деп жатады. Қалай оған өтуге болады қарапайым адамға? Әрине алдымен тазарып шығу керек, құрғақшылық арқылы. Одан кейін олар не істеу керек? Өткенде анау UFC-да төбелесті, өткенде бір орыстың жігіті чемпион болды да кейін ұтылып қалған тұғын. Біреудің басынан теуіп байқамай жатқан отырып қалған адам. Содан осы жолы қайттан анау грузин баласымен төбелесті да, сөйтіп оны жеңді. Сол кезде жаңағыдай орташа болып жатқан, сөйтіп қазақтың балдарын қолдарының тренировка істейді екен да жаңағыдай. Сөйтіп ана бір Ильяс дедім ба? Ильяс қой деймін. Сол алады да
анау мынау бетінен салып жібере жаздап бағанағыдай сені аласың да шығасың да сындырасың да қоясың да деген сияқты мотивация беріп тастайды ғой жаңағы. сөйтті де жаңағыдай шықты деді, көбісі интернетте жазып жатыр да, осы қазақ балдарының арқасында жеңіп тастадың ғой дейді да ана кімді. И ол шықты да былай айтқанда сөйтіп басым несімен жеңіп шықты. Сонда жаңағыдай ол да ұрандатып бағана не ол да бар. Салып жібереді мысалы үшін тренировка жарысқа барған кезде неғып жатқан кезде жақсылап тұрып салып жібереді ғой, ол жындандырып шығарады, ол да бар. Енді ол баланың өзіне байланысты. Мысалы үшін бала жанып кететін болса, ондай да болады. Оларды салмайсың да жаңағыдай. Нелерді өзі қайнатып алатын жігіттер болады, оларды жаңағы қайнатып жібересің. Сөйтіп ол да состояниеге шығады да, и төбелеседі да, байқамай неғып кетеді. Главное дофаминге шығып алу керек, дофаминге шығу жолын демалыс арқылы да шығаруға болады. Ана кімдер специалды тестостерон арқылы деген сияқты. Енді ол да болады. Көп қой, оны әркімнің өзінің, әркімнің өзі индивидуальный шығатын жағдайлар болады. Маған негізінде баяғыда андай болатын, күлсе болды жаман. Күлгенде андай емес, не қырылысып жатқан кезде издеваться етіп күлсе сол жаман еді. Маған анау ред флаг болатын. Сразу көзім анау буйволдікіндей қанға толатын да, и бітті, соны сразу шығып алатын. Айттым, сол кезде мен мастер спорт МСНК-ларды жеңгем, международный класс балдарды, бокспен жүргенмін. Оңай нәрсе емес, бірақ соларды әшейін шашып тастағасын. Себебі бағанағыдай соны айтатын едім, маған өйтіп күлуге болмайды дедім. Сол әркімге әртүрлі ғой жаңағыдай. Біреулерге күледі, біреулерге ұрсады, біреулер жаңағыдай не қылады, әртүрлі ғой. Адам өзін тауып алу керек те жаңағыдай. Өзің не істеп не қоятынын білсе, соны оңай ғой, соған қарап ойланып істей бересің ғой. Мысалы үшін жаңағыдай баланы бетінен салып жіберіп жындандырып шығарсаң, ол бала жаңағыдай тез жанып кететін болса, шығады да төбелесе алмай қалады. Қолдардың барлығы мочевой кислота толып қалады да, и информация мидан қолына бармайды жаңағыдай, жетпейді, сөйтіп төбелесе алмай қалады. Ол бұл жерде секунд жұмыс істейтін жерде таяқ жейсің да жаңағыдай. Сол. Мен жерде сұрап жатыр, Гүлайым, сұрақтардың бәріне жауап бересіз бе деп. Гүлайым, келіңіз, бәріне жауап берем қойылған сұрақтарға. Дәріс аласыз, тылсым дүние мен трансгуманизм дәуір деген, және басқа да емші шөпші кісілермен кездесу, одан кейін тамақ ішесіздер, жейсіздер, ойын сауығы да болады, ішінде 6 сағат өтеді, күндізгі 12-ден кешкі 6-ға дейін 20 желтоқсанда менімен кездесу, бетпе-бет Алматыда. Сондықтан жаз жіберіңіз WhatsApp-қа, қазіргі модераторлар іліп қояды жоғарыда, немесе жекеге жаз жіберіңіз. Мен рұқсат болса, мен мамамды апарып тастауым керек еді, машине қызып қалды. Жарайды, онда сау саламат болыңыз. Жақсы, аман есен болды. Болды. Сонымен Ілиясқа рахмет. Бәсе қатып жатыр, сондықтан адамдар кірмей жатыр. Мен неғып бағанадан бері адамдар жоқ десем, сөйтсем, мыналар қатырып жатыр екен ғой. Енді қайтем, мені ылғи қатырады бұлар. Сонымен пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз қоя беріңіздер. Егер қонақ болып кіргілеріңіз келсе, кіріңіздер эфирге. Кеш жарық Нұрзат. Айш қуаныштымызды көріп отырғаныма. Сонымен біз білдік, бәрі бас бұйрық береді екен денеге. Өздеріңіздің тарихтарыңызбен бөліңіздер, өмірде болған оқиғаларыңызбен, тылсым дүниемен байланысты. Сұрақтарыңыз ойыңыздар, қонақ болыңыздар. Кеш жарық Зена. 666 цифры нені білдіреді? Ол енді сайтанның саны деп есептелінеді қазіргі әлемдік оның мағынасын түсіндірген кезде. Және мына тоғыздықтарда ол айна бойынша аударылған деп санайды 666-ны. Ол сөздің жаны бар, өйткені солай қабылданған қазір. Мына фильмдерді қарасаңыздар да бәрі Нерголд деген. Амансыз ба? Шахиня ханым, қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалай? Менде бір проблема болды қазір деді. Бір айдай бойы түнде ұйқы басталғанда кейбір қазақ хандар басымды шауып жатыр да, соны мазалап жатыр да, аптасына 2 рет болады сол.
как будто көне дәуіріне түскендей алдында тұрғанда даже сұрақ қоя алмайсың да не үшін деп. Ол хандардың сіздің түрі аты белгілі ма, әлде белгісіз құр хандар екен? Мен білем ғой, есімде білем ғой алдында кім тұрғанын. Ол басыңызды шауып жүргені хандардың сізге кіріп, яғни сізге ана біздің Кенесары ханның басы қайда екенін соны сіз іздеп табуыңыз керек. Сіздің қазіргі миссияңыз сол негізі. Сіз сол туралы ақпаратты тұтас жинап, соны табуыңыз керек. Өйткені біздің қазақ оның басын 200 жыл болды, 200 жыл болып қалды қайтара алмай жүргеніне. Сондықтан сіз мені танисыз ғой, Шахиня ханым, танисыз ғой мені. Білесіз ғой, менің жұмыстарымды білесіз. Мен сол мәселемен айналысып жүрмін ақырында, просто байлаған жоқпын соны. Сізде бастапқы миссияңыз это не связано. Сізге ана басы шауып жатқан жоқ, сол ғой сіздің. Ол жалғыз Кенесары ханның емес, сіз білесіз ғой, алтын адамның да басын алып кеткен олар. Білесіз ғой, алтын адамның да басы жоқ, алып кеткен. Және тағы бірнеше хандардың басы жоқ, бәрін алып кеткен. Сондықтан сіз сол мәселені зерттеуіңіз керек. Сіз жалпы не білесіз сол бастарды алып кеткен уақиғалар туралы? Мен примерно білем ғой, ақшамыз бар, шүкір. Бүкіл енді Ресейде де адамдар бар құмарланған ақшаға. Білеміз ғой, примерно қай жерде болған, қай жерде жатқан. Мәселе неде емес, анау не дейді, анау музейде емес ол. Бірақ та ақшаға құмар адамдар бар. Біз сұрадық та, кей кезде кейбіреулеріне ақша беріп, кішкене зерттеп бұл жағын көріп жатырмыз енді. Чай бұл енді артық айтып қойдым мен мына жерде. Просто сол да мазалап жатыр да, түс күні ұйқыға кеткенде сол басталады менде. Өйткені сіз ана әлеуметтік қоғамдық жұмысты белсендісіз көп атқарып жүрсіз. Қазақ халқына жұмыс жасап, және де сіз жаңағы сондай нәрсемен тек айналысқан жігіттерге сондай бір маңызды сөз кіреді. Яғни әруақтар соны талап етіп тұр, сіздің сонымен айналысқаныңызды, жаңа мен айтқан нәрсемен. Болды, рахмет. Сізге де рахмет. Әйтпесе артық айтып қойдым. Болды, рахмет, кеше сау болыңыз. Сау болыңыз, сәттілік тілеймін сізге. Тағы кім қонақ болғысы келеді, жаза беріңіздер. Ақсарбай, қонақ болыңыз. Ласка, сіз де қонақ болыңыз. Сәуле, қуаныштым сізді өтіп көріп отырғаныма. Қазір эфирде қалайсыз? Ержан модератор менің телефон нөмірімді іліп қойды. Кім маған кездесуге бет-бет келгісі келеді, жазылыңыздар. Кеш жарық, Маржан, сәлеметсіз, Мейрамгүл. Сұрақтарға жауап беріледі, дәріс оқылады. Тылсым дүние мен трансгуманизм дәуірі деген тақырыпқа би болады, және дәмді тамақ болады. Жазылыңыздар. Кездесуге Алматыда ресторанда болады. 20 желтоқсанда күндізгі 12-ден кешкі 6-ға дейін. Мейрамгүл, сізді бөлек қарау керек, ол үшін жекеге жазыңыз. Сәлеметсіз бе, сегіздіктер. Добрый вечер, Ласка, как вы? Станьте гостем эфира. Кеш Шаршахин ханым, осы 666. Я Зена, неске жауап бердім. Ол сайтаның саны. Және де сіздер қазір, Кеш Шарық Жамиля, неге бірдей сандар көресіздер? Сағаттан жиі, немесе экраннан, компьютердің экраны болсын. Себебі сайтан дәуірі келді, сол себептен көресіздер бірдей сандар болды. Сәлеметсіздер нүкте. Түсініздер ме, неге көресіздер бірдей сандарды? Көп сондай маған сұрақ сұрайды. Мен 23-23 дегенді көрем, мен 01-01 дегенді көрем, олай сағат бірдей болып тұрады цифрлар деп. Әртүрлі болып. Ол сол сайтанның дәуірін келгені. Иван, спасибо большое, Ласка. Кешар Шолпан, спасибо большое, Ласка. Дай 27, как вы, рада вас видеть в эфире. Кешар Гуля, Ұлпат, қош келдіңіз эфирге. Тіркеліп қойыңыздар құпия чатқа және WhatsApp құпия чатына, ол үшін маған жекеге жазып жіберу керек. Ұлпат модератор және Ержан модератор кезектесіп біліп отыр. 0808 жиі көрем дейді Шолпан. Өйткені сайтан дәуірі келді. Сондықтан бірдей сандарды көріп жатырсыздар.
Құрбың немесе досың болмау ненің белгісі ханым? Ол сіздің қуатыңыздың күштілігінің белгісі. Кеш жарық Дана. Яғни сізге ешкім керек жоқ, сізде үрей мен қорқыныш деген сөз. Сіз ештеңеден қорықпайтын адамсыз, жалғыздықтан да қорықпайсыз. Сізде ешқандай да үрей жоқ бойыңызда деген сөз. Әлемде ерекше адамдардың бірісіз. Жалғыздықтан өте сирек адам қорықпайтын. Басым көпшілігі қорқады, 99% жалғыздықтан. Жалғыз қалам ба деп қорқады ғой адамдар. Көңілсіз қалам ба деп қорқады. Ал одан қорқпайтын адам ажалдан да қорықпайды. Және сапалы өмір сүреді. Ласка, рахмет жүрегіңіз үшін. Қандай керемет, рахмет. Бәр саладан сұрақтарды қоя беріңіздер. Тарих, жағрафия, тылсым дүние. Добрый вечер, Дай 27. Закончила пост 84 часа и видела классный сон. Замечательно. Давайте поздравим Дай 27. Она 84 часа продержала сухой пост, 3,5 сутки. Сәлеметсіздер серме. Кеш жарық сәуле. Ласка, рахмет сыйлығыңыз үшін. Нұрмұхаммад, сіз оқисыз, сол да жеткілікті. Бәріміз үшін оқып жатырсыз ғой. Маған жауап беріңізші дейді мамамыз. Қайтадан жазыңыз. Құтты болсын дейді, Қазақстан мәңгі жасасын. Дай 27-ге құттықтаймын деп жатыр. Я, Дай 27. Какой вы сон видели? Можете написать. Я вам сразу интерпретирую ваш сон. Ласка, спасибо большое за замечательный подарок. Просто супер. Я, Баян, құтты болсын деп Дай 27-ге бәрі құттықтау жолдап жатыр. Аида, сізге бәрі құттықтау жолдап жатыр. Дай 27-нің аты Аида. Өте әдемі күшті ат. Мама, босс, спасибо большое за цветок. И вам рахмет, Аида. Құтты болсын деп жатыр Мираша Аидаға. Ақнұрда құттықтап жатыр. Құпия чатқа тіркеліп қойыңыздар. WhatsApp, Telegram құпия чаттары бар. Құтты болсын дейді мама босс. Ол үшін ана закрепте тұрған WhatsAppқа маған жазасыздар. 13 сан кездесе береді дейді Оразхан. Ол да сайтанның саны, сондықтан кездеседі. Біз ана трансгуманизм деген дәуірге енді өтіп жатырмыз, сайтан дәуіріне. Ол басқаша сайтан дәуірі былай жалпақ тілмен айтқанда. Бірақ оны әдемі ғылыми тілде трансгуманизм дәуірі дейді. Менің дәрісімнің тақырыбы сол ғой. Тылсым дүние мен трансгуманизм дәуірі. Я, жақсы қанатсыз сияқты қолдаушылардың арқасында өзіңіз қалайсыз? Кеш жарық бақытты ана. Батыр ана деген бар еді, қайда тіркелушім көрінбей кетті. Нұрдәулет және Бағдәулет егіз ұлдары бар. Қолы тимей жатыр ғой деймін эфирге кіруге. Шүкір, жақсы, қанат қуаныштымын сіз үшін. Ал кім қонақ болады, жазып жіберіңіздер. Рахмет, сыйлықтарыңызға даймонд көп керемет. 11 жиі кездеседі дейді. Айдархан, құттықтаймын сізді, сайтан дәуіріне кірдіңіз. Мама босы, рахмет, керемет сіздің сыйлығыңыз. Алматыдағы кездесуден прямой эфир бола ма, ханым, қайдан көреміз дейді Арника. Болады. Тікелей эфирді көрсетіп отырады YouTube-тан. Я, мен ол туралы айтпашы айтуым керек. YouTube арнасынан тікелей эфирді көріп отырасыздар. Және TikTok-тан да эфирді көре аласыздар сол кезде. TikTok-тан, YouTube-тан өтіп отырады сол күні. Кеш жарық Әнисам. Даймат рахмет, спанч болуыңыз үшін. Мен дайынмын деп. Рахмет Жанерге қолдап отырғаныңыз үшін. Аниса, рахмет, керемет сіздің сыйлығыңыз. Ела яблоко испражнение, говорит. Вы получите то, о чем хотели, с детства мечтали. Исполнится ваше самое заветное желание. Естественно, разбогатеете, будете богаче в новом году. Кешар Бако. Жақсы болар еді, көрсек бармасақ та дейді. Әрине көресіздер, екі жақтан да болады эфир, TikTok және YouTube. Кеш жарық жақсы Гүлбану. Мүмкін тікелей эфир әуелі
Телеграмнан да болады. Иә, Телеграмнан оны ұлпат админі жүргізеді Телеграмнан. Құпия чаттың адамдары жаңағы WhatsApp-тан да жүргізеді. Мен білемін, WhatsApp-та тікелей эфир қазір жоқ. Онда сол Telegram, YouTube және TikTok-тан болады. WhatsApp-та менің білуімше тікелей эфир деген жоқ. WhatsApp канал бар менде, оған да тіркеліп қойыңыздар. Рахмет, Аида, у вас замечательный сон. Поздравляю вас. Вы молодец. 84 часа, 3,5 дня. Супер результат просто. Хотите в эфире рассказать об этом, Аида? Или пока не готовы? О своем успехе в сухом посте. Ну да, вы скромная очень. А вы придете на встречу 20 декабря, Аида? Шахану, как вы думаете, 16-17 декабря ничего не намечается, Аниса? Нет, ничего не намечается. В этом году пройдет спокойно. Кстати, да, вы мне интересно напомнили. Это через 4 дня, да? Ничего не намечается через 4 дня? Нет. Будет тишина. Постараюсь на 20 декабря, день рождения внучки. Поздравляю, Аида. Вашу внучку. Пусть приносит вам только радость. Да, и вам тоже рахмет. Да ничего не будет, это 100%, говорит Даймонд. Ну вот Даймонд тоже подтвердила, что ничего не будет. Ну, понятно же. Халық қорқып қалды уже қаңтар оқиғасынан кейін. Сол ғой қанат, мәселе сонда. Қаңтар оқиғасынан кейін ешкім ешқайда жиналғысы келмейді. Әуелі жай жиналғысы келмейді, өйткені расында халық шошып кетті. Халықта үрей мен қорқыныш және абыржу. Я заметила, во многих местах приглашения появились бесплатные. Да? Куда? На Хантар? На 16 декабря? Ресейдің әскерлері кіріп келеді бірдеме болса. Иә, сол ғой, мәселе сонда, дұрыс айтасыз. Сәлеметсіз, Шахине ханым, Атырауда тұрам, Алматыда тұрсам баратын едім дейді, дәмелі. Әрине, түсінеміз сіздер. Бірақ тікелей эфирден көре аласыз бәрінде. Тағы да болашақта кездесулер болады, тірідей. Бұл тек қана бірінші кездесу, алғашқы кездесу. Патриотка Заря, қош келдіңіз эфирге. Қалай көре аламыз апа дейді. TikTok-тан сол кезде тікелей эфир болады, YouTube-тан және Телеграмнан. Сәлем, кіріп жатқан кісілер. Да, Аида. Кеш жарық, Динара. Достар, сонымен Ержан модераторлық қойды үстіне менің WhatsApp нөмірімді сонда жазыңыздар. 20 желтоқсан күні сағат 12-де Алматыда ресторанда менімен кездесу болады. Бірінші алғаш кездесу. Динара, қайырлы күн. Сіз кереметсіз дейді. Фрейзи Саина, рахмет. Саина. Мирные протесты – это самый покорный вид рабства. Да, Абзал, согласна. Гибридтер дейді, пеш. Да.
Және менің құпия чатыма тіркеліңіздер, ол үшін Ержан іліп қойған WhatsApp нөмірге жазыңыздар. Кешар Карла, білімді істейді пеш-пеш, рахмет сізге. Сонымен достар, мен онда эфирімді аяқтаймын бүгінгі. Енді ертең кездесеміз, қайтармасын ютубтан көре аласыздар. Сау саламат болыңыздар, келесі кездескенше.